Жалпы дамыту жаттығуын бастайық. Қол белде, аяқ ет деңгейінде басымызды оң жаққа төрт, сол жаққа төрт айландырамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, керісінше 1, 2, 3, 4, керісінше 1, 2, 3, 4, керісінше 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Қолымызды иыққа қоямыз. Алдыға 4, артқа 4. Асаймыз. 1, 2, 3, 4. Артқа 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Керісінше 1, 2, 3, 4. Сол қол жатып аяқтағанда сол қол белде, оң қол жоғары көтереміз. Оң қолмен иілеміз. Сол 1, 2, ауыстырамыз. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Аяқ ет деңгейінде, қол белде, бел айландыру жаттығуы. Оң жаққа төрт, сол жаққа төрт. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Керісінше 1, 2, 3, 4, 5. Керісінше 1, 2, 3, 4. Так, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Аяқты алшақ қоямыз. Оң жақ аяққа толқынмен отырамыз. 1, 2, тұрамыз. 3, 4, тұрамыз. Оң жаққа 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Оң аяқты алдыға созамыз. Толқынмен отырамыз. 1, 2, секіріп ауысамыз. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Так, ұлдарға 10 рез отжимания, қыздарға 10 рез приседания. Сабақтың тақырыбы қозғалысты дене қыздыру элементтері. Сабақтың мақсаттары: түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын түсіндіру. Тілдік мақсаттар: жеңіл атлетикадағы қызметінің және қозғалыс түсінігін талқылап көрсете алады. Құндылықтарды дарыту: мәңгілік ел ұлттық идеясы оқушыларды бір-біріне деген құрметті көрсетуіне, жауапкершілікке және өмір бойы оқуға тәрбиелеу. АКТ қолдану дағдылары: шағын құрылғылармен сабақты түсіру, ғаламтордан қажетті ақпаратты іздеу үшін ноутбуктарды қолдану. Тапсырма: қарсылас тобына қарай. Ойыншылар құрамы 1-2 топқа бөлінеді. Топтар сөре сызығына қарай тізбекке тұрады. Бағыттаушыларға бір-бір доптан беріледі. Белгі берілгеннен кейін бірінші нөмірлері допты барынша алысқа лақтырады да қарсыластың добына қарай жүгіре ұмтылады. Допты алғаннан кейін қайтып жүгіріп келеді. Бірінші болып келген жүгіруші командасына бір ұпай әкеледі. Бұдан кейін допты екінші тұрған ойыншы алады, ал жүгіріп келген ойыншы артқа тұрады. Белгі бойынша ойынды келесі жұп жалғастырады. Ең көп ұпай жинаған команда жеңімпаз атанады. Оқушылармен оқу тапсырмасын орындап болғаннан кейін топтарда түрлі дене жаттығуларының ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысы талданады. Келесі тапсырма: тапсырманы орындар алдында біркелкі жылдамдық сақталу қажет екендігі және дұрыс тыныс алуға аса назар аударылуы қажет екендігі айтылады. Оқушыларды 4 адамнан тұратын топтарға бөлінеді де бір айналымның ұзындығы 180 метр болатын қашықтыққа жүгіреді. Сөре орнына белгіленген уақыт ішінде қайта оралып, алаң бойымен бір тізбекпен жүгіреді. Әрбір кейінгі сөреде көшбасшыларды ауыстырады. Жүгірген кезде топ мүшелері бір-бірінен қалмай тізбекті бұзбай, бір қалыпты жылдамдықпен жүгірілуі тиіс. Оқушылармен оқу тапсырмасын орындап болғаннан кейін қалыпқа келу жаттығуларын орындайды және жазылған жұмыс талданады.
Сабақ соңында білім алушылар демді қалыпқа келтіру жаттығуларын орындап, рефлексия жүргізеді. Нені білдім, нені үйрендім, нені толық түсінбедім, немен жұмысты жалғастыру қажет, деген сұрақтарды бар парақшаға жауап береді. Сабақ уақытында орындаған жұмыстарын бағалау үшін білім алушыларға дескрипторлар арқылы өзін-өзі бағалауды жүргізу ұсынылады.